Енді Ташкент Нүкіс жөнелісі бойынша тез жүрер пойыз қатынауы жолға қойылады. Қоңыраты районында жайласқан Қарақалпақстан поселкасында туу бөлімі ашылды. Өзбекстанда бірінші мәрте дерлік 8 гектардан ібарат майданда музыкалы фонтан құрылмақта. Ассаламу алейкум. Өткен хаптеде мемлекетімізде бір қатар хош хабарлар жүзі берді. Соларды жарыту мақсатында біз хапте дайджестін бастаймыз. Өткен хаптеде президент Шавкет Мирзиёев жаңа Ташкентте құрылып атырған объектілердің құрылыс процесін көзден өткерді. Атап айтқанда, жаңа Ташкентте дерлік 8 гектардан ібарат майданда музыкалы фонтан комплекс құрылмақта. Жойбарға бола су бетінде Улума майданы 6,3 гектарды құрайтуын, бассейнде 1,5 гектар майданды су, музыка хам жақтылықтың үйлесімлігіндегі шоуларды өткеру имканиятын беретуын фонтан құрылады. Комплекс құрамында суды 232 метр биіктікке шекем көтере алатуын супер фонтан. Диаметрі 100 метрге жүзуші платформа болады. Сондай-ақ жоғары қуатлықтағы лазер нұрлары, динамикалық су композициялары һәм түрлі визуал эффектлерден пайдалану режелестірілген. Су бассейні атырапында жасыл аймақлар һәм қызмет көрсету объектілері шөкілместірілуі назарда тұтылған. Бұл комплекс жаңа Ташкенттің ең диққатқа лайықлы орындарының біріне айлануы, қаланың архитектуралық көрінісін байту һәм харқилы мәдени ләжлар, байрам һәм фестиваллар үшін және бір заманауи орын болып қызмет етуі күтілмекте. Сол менен бірге жаңа Ташкентте ірі спорт мараты, заманауи футбол стадионы құрылмақта. Жылдың 27 март күні тез жүрер пойыздың техникалық сынауы өткерілді. Дәслепкі рейс болса, Мысқын станциясына жетіп келді. Бүгінгі күнде халқымызға сапалы транспорт қызметін көрсетуді жақсылау бағдарында бір қатар әмелі жұмыслар әмелге асырылмақта. Осы қатарында Ташкент Нүкіс жөнелісі бойынша тез жүрер пойызының темір жол линиясын электрлестіру жұмыслары алып барылып атырылған еді. Міне үстіндай ләжлар нәтижесінде Мысқын станциясына дәслепкі тез жүрер пойызы жетіп келді. Бүгінгі күнде 196 километр Мысқын Нүкіс тез жүрер пойызының темір жолы линиясы толық электрлестіруі дәуам етпекте. Бұл темір жол линиясының электрлестіруі нәтижесінде біріншіден жоғары тезліктегі харекетленуші электр пойызының қатынауы жолға қойыла баслайды. Екіншіден, ішкі туризм үшін қолайлықлары жаратылып, Қарақалпақстан Хорезм арасындағы мәдени байланыстар жаңа басқышқа көтеріледі. Бұнан тысқары Ташкент Нүкіс ортасындағы қатынау уақыты қазірде 16 сағаттан 7 сағатқа қысқартылуына ерсіледі. Қоңыратшылар үшін хош хабар. Райондағы алыс аймақ есапланған халық тілінде Қарақалпақия деп аталушы Қарақалпақстан поселкасында туу бөлімі ашылды. Бұл аймақ район орайынан 320 километр ұзақлықта жайласқан болып, Қарақалпақия тұрғылары үшін райондағы туу үйіне келуде жол ұзақлығы машқалы болып келген. Қазірде бұл жерде 3000-нан артық халық жасайды. Соннан туу жасындағы хаял қызлардың саны 830-ды құрайды. Орташа есепта болса, аймақта жылына 45-55 бала дүнияға келеді. Соннан 8-10 бала хирургиялық жолменен туылады. 67-ші салы шаңарақлық поликлиника аймағында жаңадан құрылған 5 орынлы туу бөлімі заманауи ұсылда құрылған 6 миллиард 500 миллион сум ажыратылған болып, соннан құрылыс жұмыслары үшін 4 миллиард 500 миллион сум. Операция столы һәм басқада керекілі үскінлер болса 2 миллиард сумды құрайды. Медицина қызметкерлерінен акушер-гинеколог, терапевт, педиатр, хирург һәм акушер-қанегелері тәмінленген. Сондай-ақ Қоңырат районында 50 орынлық заманауи балалар емлеуханасы пайдалануға тапсырылды. Бұл емлеухана Өзбекстан Республикасы президентінің 2024 жыл 24 декабрдегі 2025-2027 жылларда социалдық һәм өндіріслік инфраструктураны рауажландыру ләжлары хаққандағы қарары декарында әмелге асырылды. Бұл мәрат дерлік
15 жыл давамында пайдаланылмай тасланды жағдайда болған. Әмелге асырылған реконструкция жұмыслары нәтижесінде ол толық заманауи медицина мекемесіне айланды. Қазіргі уақытта емханада барлық зарur шариатлар жаратылған болып, балалар бөлімі жаңа имаратқа көшіріліп, өз жұмысын баслады. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон 26-27 март күндері мемлекеттік сапарменен мемлекетімізде болды. Екі мемлекет басшылары Тәжікстанның Ташкенттегі елшіханасы жаңа имаратының салтанатлы ашылу мәресіміне қатынасты. Мәресім жұмағында президентлер «Құрметлі меймандар» кітабына пікір жазып, дипломатиялық уәкілхана аймағына терек екті. Бұндан тысқары екі мемлекет арасында мәдениет, туризм, товар алмасуын арттыру, санат кооперациясы бағдарламасы һәм денсаулықты сақлау турасында бірге істесу хақындағы құжаттарға қол қойылды. Сізге жеткенмекші болған хош хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан ібарат еді. Келесі хатте біз ұшында. Сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.